Бұдан былай самұрық-қазына ұлттық қоры өткізетін тендердің тазалығын тексеретін комиссияның құрамына кәсіпкерлерді енеді. Бүгін Астанада ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен самұрық-қазына басшылығы өзара түсіністік пен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Аталған құжат отандық тауар өндірушілерді, жеткізушілер мен қызмет көрсетушілерді қолдаудың стратегиялық механизм ретінде ұзақ мерзімді келісім шарттар жасауды белсенді қолдануды көздейді. Қор компаниялар тобы соңғы бірнеше жылда өндірушілермен ұзақ мерзімді келісім шарттар жасасу тәжірибесін жиі қолданып отыр. Қазіргі таңда самұрық-қазына компаниялар тобында жасалған осындай ұзақ мерзімді келісім шарттардың жалпы сомасы 1 триллион теңгеге жуықтады. Әрі осы шарттарды 10 жыл мерзімге дейін ұзарту мүмкіндігі бар. Представители бизнеса будут. Осы келісімнің арқасында самұрық-қазына қорының сатып алулар жүйесі отандық компаниялар өндірушілер мен қызмет көрсетушілерге қолжетімдірек болады. Меніңше бизнесті қаржыландыру айқындық, ашықтық және саналық қағидалары бойынша жүргізілу керек. Комиссия құрамына кірген ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері соның ішінде әр өңірде тендер шараларын өткізусіне бизнес қауымдастық тарапынан бақылауды күшейтеді. Если в 2010 году было всего-то, 30%. 2010 жылы тауар, жұмыс пен қызмет түрлеріндегі қазақстандық үлес 50%-ды құраса, нақты шаралар арқасында 2013 жылы ол 70%-ға жоғарылады. Қызметтерден гөрі тауар сатып алуда бірқатар проблема бар. Өйткені біздің компаниялар жоғары сапа халықаралық стандарт талап етеді. Ал кәсіпкерлер бұл үреден шыға алмауда. Ұзақ мерзімді келісімшарт механизмі оларға инвестиция тартып өз жұмысын реттеуге мүмкіндік береді деп ойлаймыз. Осының барлығын ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірігіп пысықтаймыз.